Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге әсем. Бүгін сіздермен ашыған сүтімізді сырап қылмайтындай өте жұмсақ әрі жұп-жұқа болып шығатын блины дайындайтын боламыз. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды саламыз, оның үстіне 3 ас қасық қантымызды салатын боламыз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін бөліп көрсетіп салдым. Келесі барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Егер сіздерде венчик болмаса, миксермен араластырсаңыз болады. Егер сіздерде венчик болмаса, миксерді сол кезде пайдалансаңыздар болады. Мен ылғида венчикпен араластырып пайдаланамын. Сіздерге де сол венчикті пайдалануға кеңес етемін. Келесі содамызды қосамыз. Видеода көрсетілгендей қасықтың ұшымен салатын боламыз. 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Сіздерге түсінікті болсын деп әр бөлігін түсіріп көрсетіп қойдым. Сұйық майымызды қосып болғаннан кейін тағы да венчикпен араластырып алатын боласыздар. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін ашыған сүтімізді құятын боламыз. Менде 250 мг кружканы пайдаландым. Менде 2 стакан ашыған сүт шықты. Егер сіздерде одан да көп болатын болса, қосатын заттарыңызды 1 есеге көбейтетін боласыздар. Сүтімізді құйып болғаннан кейін қайнап тұрған өте ыстық суымызды араластыра отырып құятын боламыз. Ыстық суды да 2 стаканнан құямыз. Жақсылап араластырып тұрып құятын боласыздар, себебі ішіндегі жұмыртқасы пісіп кетпеуі керек. Барлығын араластырып болғаннан кейін келесі ұнымызды салатын боламыз. Ұнды 15 ас қасықтан салдым. Барлығын мен көрсеткендей етіп жасасаңыздар, сіздердің рецептеріңіз, блиныларыңыз өте дұрыс шығатын болады. Егер сіздер ұнын көп қосып қойып, блиныларыңыз өте қалың болып кететін болса, сәл ғана үстінен ыстық немесе салқын су құя берсеңіздер болады. Сәл ғана құйсаңыздар жеткілікті. Келесі лайфхак сіздерге, егер де блиныларыңыз табаның астына жабысатын болса, онда сіздердің ұндарыңыз аз деген сөз. Сондықтан сәл ғана ұнды қосып жіберу керек. Келесі ұнымызды қосып болғаннан кейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Венчикпен жақсы араласпайды, түйіршік болып қалады деп қорықпаңыздар. Барлығын тиянақты араластыратын болсаңыздар, өте біркелкі масса болып шығады. Мінекей осындай консистенцияда болады. Массаны шамамен 5-10 минутқа тындырып қойсаңыздар, табаға құйған кезде өте біркелкі болып шығатын болады. Табамызға майымызды құйып, жұқа етіп, видеода көрсетілгенде айналдыра етіп құятын боламыз. Мінекей қыздар, біздің блинымыз тесіліп, әдемі болып пісіп жатыр. Сұйықтығымызды табаға бірден құймау керек. Табамызды май құйғаннан кейін қыздырып алып, бірақ құйсаңыздар, сонда сіздерде блины жақсы шығатын болады. Келесі жағын айналдыратын боламыз. Видеода көргендеріңіздей оңай алынатын болады. Блиныды пісіргенде мен уақытына қарамаймын. Өзі піскен кезде шет жақтары қызара бастайды. Сол кезде екінші жағына аударамын. Ал астыңғы жағын көп ұстамайсыздар, себебі күйіп кетеді. Сәл ғана ұстап алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің блинымыз дайын болды. Видеода көргендеріңіздей өте жұмсақ, қызарып, әдемі болып шыққан. Осы тәсіл бойынша ашымаған сүттен де блины дайындай берсеңіздер болады. Мен 2 түріне де осы рецептпен жасаймын. Өте керемет, жұп-жұқа болып шығады. Егер қонақтарыңызға ұсынатын болсаңыздар, менің инстаграм парақшамда блиныдың әр түрлі түйу тәсілдері бар. Астына ссылканы қалдырып кететін боламын. Рецепт ұнаса маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.